Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Сіздермен Рыскүл. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын лепешкенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз: ұн, жылы су, жылы сүт, ашытқы, тұз, сұйық май және де жұмыртқамыз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді құйып, сұйық майымызды, тұзымызды, ашытқымызды салып, барлығын бір рет жақсылап араластырып аламыз. Біртіндеп ұнымызды салып, қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды, яғни өте жұмсақ қылып илеуіміз қажет болады. Сол кезде лепешкаларымыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Тезірек көтерілу үшін духовкаға жарты сағат көлемінде көтерілгенше қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін екі бөлікке бөліп, осы бөліктерімізді тағы да 10-15 минутқа тағы да кішкене көтерілгенше қоятын боламыз. Яғни ешқандай оқтауды қолданбаймыз, тек қана қолымыздың көмегімен осылай өзімізге керек формада, яғни жайып алатын боламыз. Одан кейін осылай видеода көрсетілгендей қолымызды суға мала отырып, осылай лепешкаларымыздың бетін әсемдеп шығатын боламыз. Қолымызды кішкене қаттырақ баса отырып, осылай бетін әсемдеп шығамыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, әсемдік үшін макты себеміз. 180 градуста 25-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне біздің лепешкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, көзіні жауын алатындай, тәбетті ашатындай керемет болып шығады. Сізге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлығыңызға ас болсын.